Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін сізбен өтетін тақырыбымыздың аты адам қаңқасының құрылысы, тірек қимыл жүйесінің маңызы мен қызметі. Сабағымыздың мақсаты адам қаңқасының құрылысын және қызметін анықтау, тірек қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттау. Тірек қимыл мүшелер жүйесінің маңызы. Тірек қимыл мүшелер жүйесіне қаңқа мен бұлшықеттер жатады. Бір-бірімен дәнекер ұлпалары арқылы байланысқан сүйектерден қаңқа түзіледі. Қаңқа ағзаның тірегі, ал бұлшықеттер қимыл қозғалысты қамтамасыз етеді. Тірек қимыл мүшелер жүйесі адамның тік жүру қалпын сақтайды. Қаңқа мидан бастап барлық ішкі мүшелерге қорғаныш қызметін атқарады. Мысалы, ми бір-бірімен берік байланысқан ми сауытын құрайтын сүйектердің ішінде жатады. Қаңқаға бұлшықеттер бекінеді. Ағзаның қоршаған орта жағдайларына бейімделуінің бірден бір белгісі ол қимыл қозғалыс. Тірек қимыл жүйесі екіге бөлінеді: белсенді бөлік және белсенді емес. Белсенді бөлікке бұлшықеттер жатады, белсенді емес бөлікке ол қаңқа жатады. Жалпы тірек қимыл жүйесінің қызметі ағзаға тірек болу, қозғалысты қамтамасыз ету, ішкі мүшелерді қорғау, зат алмасу және қан жасушаларын жасау болып табылады. Жалпы адам қозғалыс аппараты 600-ден астам бұлшықеттен, 200 сүйектен және бірнеше жүз сіңірден тұратын өздігінен жұмыс атқаратын механизм болып табылады. Қаңқа бөлімдері, яғни қаңқа бас қаңқасы, дене қаңқасы, қол-аяқ және иық жамбас белдеу сүйектері болып табылады екен. Ондай болса, бас бөліміне келіп тоқталатын болсақ, бас бөлімі ол біздің екіге бөлінеді екен: ми бөлігі және бет бөлігі. Ми бөлігінде маңдай, төбе, шүйде және самай, сонымен қоса сына тәрізді сүйектер жатады. Бет бөлігіне көз орналасатын көз ұясы, жас шығатын жас сүйекшесі, мұрын, қозғалмайтын үстіңгі жақ және қозғалмалы астыңғы жақ. Осы екі жаққа тістер бекінген, астыңғы жақ қозғалмалы ол шайнауға қатысады екен. Кеуде қуысына келіп тоқталатын болсақ, кеуде қуысының қаңқасына, яғни сүйектеріне, оларға төс, қабырға және кеуде омыртқалары жатады екен. Төске келіп тоқталатын болсақ, төс кеуекті және кемікті сүйектен құралған. Ол 3 бөліктен тұрады: сабы, денесі және семсершесі. Төстің сабының екі шетінде бір қабырға мен бұғана сүйегі бірігетін жерінде ойығы болады екен. Төс артқы кеуде омыртқаларына бекіну үшін жартылай доға тәріздес қабырғалар арқылы бекінген. Жалпы адамда 12 жұп қабырғалар бар. Бұл кеуде қуысының ішкі мүшелерден, кеуде қуысының қаңқалары бұл ішкі мүшелерді қорғайды екен. Омыртқаға келіп тоқталатын болсақ, яғни жалпы омыртқа жотасы тұлғаның негізгі тірегі болып табылады. Адамда омыртқалардың саны 33-34. Олар: жетеу мойын омыртқасы, 12 арқа омыртқасы, 5 бел омыртқасы, 5-8 көз омыртқасы және 4-5 құймышақ омыртқалар болып табылады екен. Омыртқаның құрылысы әр омыртқаның денесі мен доғасы болады. Омыртқа доғасының көптеген қанаттары бар. Омыртқа доғасы иіліп денемен тұтасқан. Омыртқалардың дәл ортасындағы кең қуыста жұлын орналасады. Мойын омыртқаларының пішіні жағынан басқа омыртқалардан біршама айырмашылықтары бар екен. Омыртқа денесі кішілеу. Бірінші мойын омыртқаның денесі болмайды. Ортасында қуысы үшбұрышты болады. Мойын омыртқаларының біріншісі бас сүйекпен байланысып, басты бұруға қатысады. Денеге күш 3-ші мойын омыртқасынан бастап 7-ші омыртқаға дейін пішіндері сәл өзгерген. Жалпы омыртқаларымыздың осы жерде көріп отқандай денесі, доғасы және өсінділері болады екен.
Иық белдеуінің сүйектеріне, яғни оған бұғана және жауырын жатады. Бұғана кеуденің алдыңғы бөлігінде мойын мен иықты бір-біріне байланыстырады, яғни төске де тиіп тұрады ол. Арт жақта жауырын, одан кейін екі жілігіміз бар, олар тоқпан жілік. Тоқпан жіліктен кейін шынтақ сүйектері, шынтақ сүйектерінен кейін кәрі жіліктен кейін білезік сүйектері, одан кейін алақан сүйектері, содан кейін саусақ сүйектері. Қолдың еркін қозғалатын қаңқасы болып табылады екен. Жамбас сүйектеріне келіп тоқталатын болсақ, жамбас сүйектері жуан бөлігі денесін жалпақтай жайылып жатқан сүйек болып табылады. Ол екіге бөлінеді, яғни екі жамбас сүйегі болады. Екі жамбас сүйегі, бұлар мықын сүйегі жуан бөлігінің денесі, жалпақтанып жайылған бөлігінің қанаты. Қанаттың жоғарғы жағы кеңейіп, мықын сүйегінің қыры шығады. Оның алды мен артында жоғарғы және төменгі қыр томпақтары бар. Яғни бұлар жамбас сүйегі ары қаратай ортан жілікке бекінеді. Ортан жілік ең ұзын жілік болып табылады. Ұзын түтікшелі жілік болып табылады. Одан кейін оның төменгі жағында асықты жілік болады. Асықты жіліктің қасында шыбық сүйек жүгері болады. Одан кейін толарсақ сүйегі орналасқан табанға жақын. Одан кейін табан сүйектері, одан кейін башпай сүйектері. Бұлар аяқтың еркін қозғалтатын сүйектері болып табылады. Қаңқа сүйектерін балалар анықтауымыз тиіс. Осымен сабақ түсінікті болса, үйге тапсырма қаңқа сүйектерін анықтауымыз тиіс. Яғни реттік сандар бойынша қаңқаларды анықтап, белгілеп қоюымыз қажет.